Абай атындағы жалпы орта білім беру мектебінің 4-ші В сынып оқушысы Олжахан Айқын. Абайдың 31-ші қара сөзі. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп тұшынып, ынтамен оқу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз сауғаттық, ойыншыл күлкішілдік, бір қайғыға салыну, бір нәрсеге құмарлық пайда болу. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратқан нәрселер.